массасы mg неге тең болады бұның? mg 2n-ға қарсы тұр. 2n. Яғни 2 көбейтілген 5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болса, m тең болады 10-ның 6 дәрежесі килограммға. Бұл көпірдің массасы. Қанша екен? 1000 тонна екен. Ал енді көпірдің бізде көпірде мына кезде 5 секундта, яғни мынау 5 секундта пойыз әлі көпірі толық өтпеген, бірақ оның алғашқы вагондары көпірді толығымен былай не істеді. Былай сайық. Көпір былай болса, бізде пойызымыз былай вагондары былай тұр. Яғни толығымен ұшына жетті. Сол үшін бұл жерде бізде көпірдің ұзындығы не еді? L еді. L-ді жазамыз. L тең болады жылдамдық көбейтілген 5-ке деп. Сосын қарайық. Мына жерде келеді. Міне. Осы кезде күш қартен азая бастайды. Демек, ол кезде біздің пойызымыз сызатын болсақ, мынау көпір болсын, мына жағы, мына шеті болсын. Бұл кезде уже пойыздың соңы А нүктесіне келді деген сөз. Осыдан әрі қарай ол азая бастайды былай күш. Көрдіңіздер ме? Демек, пойыз, яғни 5 секундтан 20 секундқа дейін толығымен не істейді? Ұзындығы А нүктесінен өтеді. Ұзындығы. Демек, L, яғни 210 метр В көбейтілген 15 секунд болады. Осы жерде, осы пропорция арқылы біз бірінші L-ді таба аламыз. L ол неге тең? 210 бөлінген 15 көбейтілген 5 бөлінген 3 болады. Яғни 70 метр. Көпірдің ұзындығы 70 метр. Ал жылдамдығымыз 70 бөлінген 5, 14 метр секунд болады. Одан кейін біз енді көпірдің, пойыздың массасын табамыз. Бұл пойыздың көпірге әсер етіп тұрған массасы mg. Ол өзінің толық массасының тек көпірдің ұзындығы мен өзінің ұзындығы қатынасындай ғана бөлігі. Яғни бұл неге тең? mg бөлінген 3-ке. Себебі оның общий ұзындығы mg болса, яғни общий ұзындығы 210 болса, 70 метрде оның 3/1 бөлік ауырлық күші болады. Сол күш мына неге тең? Яғни 5,8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінен әрине көпірдің өзінің күшін алып тастаймыз. Сол кезде 0,8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі ньютон бір датчикке әсер етеді, бір тірекке. Сонда бізде mg бөлінген 3 тең болады неге? 2 көбейтілген n-ға. N болса 0,8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болады. Массаны табамыз. 6 жердегі 8-ім 48, 4,8 10-ның 6 бөлінген 10, яғни 480 килограмм болады. Кешіріңіз, 480 мың килограмм, 480 тонна болады. Массасын таптық, жылдамдығын таптық, ұзындығын таптық, қай тіректе орналасқанын таптық, және де көпірдің массасын таптық. Сонымен бұл есепті біз шығарып бітірдік. Енді массаның центрі туралы біраз өтіп кетсек, массаның центрі деген ол жаңа көп есепте қолдандық қой. Белгілі бір мынандай затты біз бір ұшынан бүйтіп көтеретін болсақ, онда осы вертикаль оның массасының центрінен өтеді. Сосын тура осы затты біз мына жақтан, мына ұшынан көтеретін болсақ, вертикальна,
ол да бүйтіп центр массадан өтеді. Себебі бұл заттың ауырлық күші момент жасамайды тепе теңдікте. Сол үшін ол осы көтеретін нүктеден өту керек. Осы арқылы кез келген дененің пішініне қарамай центр массасын таба аласыздар. Есептерде де біз мынандай формуланы қолданамыз. Әрине осындай заттың центр массасын табу оңай емес. Бірақ бұл заттарды көп нүкте, материалдық нүктеге бөліп тастап, центр массаларын мына формуламен таба аламыз. Егер бұл тақырыпты толығымен меңгергілеріңіз келсе, центр масс тел деген видеом бар, соны қараңыздар. Масса мен координаталарының көбейтіндісінің суммасы деген сөз. Сосын бүкіл массасының суммасы деген сөз. Яғни бұлай. m1, x1 қосылған m2, x2 қосылған деп кете береді. Бөлесіңіздер массаларының суммасына. Сол кезде x координата таба аламыз. Y координатаны да солай табамыз. Мысалға мына дененің x және y координатасын табайық. Мысалға мына жерде мына дененің x координатасы 1-ге тең, y координатасы 0-ға тең. Бұның массасы 2m дейік. Себебі 2 бөлшек бар. Ал мына вертикалына тұрған бөлшектің x координатасы 2-ге тең, y координатасы да 2-ге тең. Бұның массасы 4m. Жаңа формулаға қойып шығарайық. X координатасының табу үшін бірінші 2m денесінің массасы көбейтілген координатасы қосылған 4m дененің массасы көбейтілген оның координатасы бөлеміз. Жалпы масса бұл жерде 6m болады. Жоғары жақта 8, 10m бөлінген 6m неге тең? 5 бөлінген 3. Y центр массасын табайық. Бірінші 2m дененің y координатасы 0-ге тең. 4m дененің координатасы 2-ге тең. Бөлеміз жалпы массаға. 8 бөлінген 6, ол 4 бөлінген 3 болады. Сонда 5 бөлінген 3 ол шамамен 1,67-ге тең. 4 бөлінген 3 1,33-ге тең. Осы жерден біз денелердің x координатасы 1,67, мына жер шамамен y координатасы 1,33, мына жақ. Яғни мынау нүкте осы дененің центр массасы болады. Денеде байқағандарыңыздай, бұл дененің сыртында да болуы мүмкін центр массасы. Не деген сөз? Мына денені сіздер бүйтіп ұстайтын болсаңыздар, вертикалына. Сол кезде бұл центр массадан өтеді. Бұлай ұстайтын болсаңыздар. Немесе мына ұшымен, екінші ұшымен ұстасақ, ол тағы да центр массадан өтеді. Центр массасы мына жерде орналасқан деп таба аласыздар. Немесе осы есептеп тапса да болады. Келесі есеп. Мына дененің қай нүктеге біз осындай точка опоры қоятын болсақ, тепе теңдікте тұрады. Неге тепе теңдікте қай нүктеде тұрады? Центр массасы қай нүктеде болса, сол нүктеде тепе теңдік болады. Яғни бұл жерде координата жүйесіне көшейік. Координатаға x, y координатасы. Енді оранжевый цветті таңдайық. 1 килограмм ол 25 сантиметр десек, 50, ал 100 болсын. 1 килограмм 25 сантиметр орналасқан. 10 килограмм 50 орналасқан. Себебі оның бір текті дене болғандықтан ортасы 50-де орналасқан. Және де 2 килограмм
300-те орналасқан. Формулаға қойып табайық. Бірінші дене 1 килограмм көбейтілген 25 сантиметр. Екінші дене 10 килограмм көбейтілген 50 сантиметр. Сантиметрмен жазбай қойын. Қосылған. Үшінші 2 килограмм көбейтілген 100 сантиметр. Бөлеміз. Жалпы массасы неге тең? 13-ке тең. Сонда центр масса қай жерде орналасқан? 500 қосылған 200 725 бөлінген 13. 725-ті 13-ке бөлетін болсақ 55,8 шамамен 56 сантиметр болады екен. Яғни бұл шамамен нөл жерде орналасқан. Жақсы, осымен біз осы есеп бітірдік. Келесі соңғы есеп. Бұл есепте бізде диск бар. Мына диск тесігі бар. Сол үшін мына дискті былай көтеретін болсақ, оны қай нүктеден көтеруіміз керек? Тепе-теңдікте орналасу үшін. Яғни центр массасы қай жерде екендігін табуымыз керек. Бұл жерде біз метод суперпозиция қолданамыз. Суперпозиция методын қолданамыз. Бұл денені біз мына денені бүйтіп алсақ болады. Мынандай толық дене азайтылған мынандай толық дене. Сол кезде бұл тесігі бар дене болады. Мынаның массасы М азайтылған М, мынаныкі М азайтылған М. Ал енді М'іміз бізде неге тең? М ол неге пропорциональны? Бетінің ауданына, пи-ар квадрат. Кішкене М бізде пи-ар бөлінген 2 квадратқа пропорционалды. Сол үшін осы жерден біз M'ді қанша деп таба аламыз? М бөлінген 4 деп табамыз. Енді координаталар жүйесінде сызайық. 0 нүктесі біздің мына ортасы болсын. Ортасы 10 нүктесі 0 болсын. Сол кезде координатасы неге тең? Мынау бізде М деген заттың координатасы болады. Ал мынау бізде минус М деген массаның координатасы болады. Оның арақашықтығы R бөлінген 2-ке тең. Сонда центр масса неге тең? Минус М көбейтілген R бөлінген 2 қосылған М көбейтілген 0 бөлінген М азайтылған М. Яғни минус М бөлінген 4 R бөлінген 2 М азайтылған М бөлінген 4 ол 3М бөлінген 4 болады. М бөлінген 4 қысқарады. Минус R бөлінген 6 болады екен. Яғни мына қашықтық X деген нүкте, X деген қашықтық R бөлінген 6-ға тең. Жақсы, осымен сабағымыз соңына келді. Сау болыңыздар.